Ассалаумағалейкум достар. Міне бүгін Audi S4 2 куб гидравликаның үлкен қысымдағы шлангысын ауыстырғалы отырмыз. Бұл май жіберіп жатыр. Ол үшін бізге вакуумды алып тастау қажет. Осы вакуумның артында мынаны шешетін болт орналасқан. Және мына жақтан шешіп аламыз екіншісін. Орнына қайттан бұндай салмаймыз. Трактордың үлкен қысымға арналған шлангысы бар. Соны мынаны кесіп, соны осы жерге сваркілетеміз. Екі жағынан да. Мына үлкен қысымдағы шлангының орнына міне трактордікін алып қойғанбыз. Арнайы басында мынандай болттар киіледі. Осыны сваркілеп алып тастайтын боламыз. Мына вакуумда алу үшін бізге цепленияны астынан шығару. Мына жерде 4 болт бар шешілетін. Мына 1 болт астында. Мына 2 болт шештік. Және 3-ші болт ол міне мына жақтан көрінеді. Қазір осы жерге мынандай өте ыңғайсыз жерде орналасқан болт. Жетіп өтіп мынандай осы арқылы жетеміз сол жерге. Осы арқылы бұрайтын боламыз, басқа ешқандай мүмкіндік жоқ бұл жерде бұрайтын. Головканы салып алдық. Және головкаға мынаны кигіземіз қазір. Бисмилла. Ыңғайсыз болады, камераны өшіріп, екі қолмен жұмыс жасайтын боламыз. 4 болтты шештік қазір. Енді мына торымыздың мына жерінде міне мындай ұстап тұрады осы. Осыны шешеміз. Міне осы болтын шығарамыз да. Сөйтіп армен қарай. Бізге енді мына шлангыларды шешеміз. Мынаның ішінен жидкіс ағады. Сол жидкістің бәрін құйып алу қажет. Және мына бачоктың ішіндегі жидкістерді спритпен сорып аламыз. Мына гурдың шлангысын мына жақтан шешіп, ішіндегі бар майын құйып аламыз бірінші. Сосын ар жақты жоғары жағын шешеміз де шлангын шығарамыз бері қарай. Вакуумды шығардық, міне мына машина алып іліп қойдық былай. 19-ші ключке міне гурдың шлангысы, айналған трубка мына жерден кеп жанынан кіреді. Осын шешеміз кез. Мына болт шештік, міне алынды. Не шланга. Бұл мына біріккен жерден жіберіп отырған. Енді осының орнына мына шлангыны жалғатамыз. Міне достар, шлангыны кесіп тастады. Және оны міне мынаған жалғадық. Мынау съемный болады. Кез келген уақытта мына шлангы жарамай қалса, мына жерден шешіп, міне ауыстыра береміз. Міне мынау гидронасос жақта тұрады. Анау рулевой река жағында тұрады. Бұл жағы да ауыса береді. Шешіледі екі жағы да. Салып көреміз қазір, Алла қаласа. Нәтижесі жақсы болады деп ойлаймын. Міне осылай. Мынау трактордың шлангысы. Базардан алынған болатын. Шамамен 500 теңге ма, сондай болады бағасы. Істеткенге 2000 теңге кетті. Сонымен бар жоғы бұл 3000-ға айналды.
Ал негізінде өзінің шлангылары 10 мың 15 мың сол шамада тұрады. Кей жерлерде 8 мың. Міне шлангының мына бетін салып қойдық. Мынаны салмай тұрып қаттылап алған болатынбыз. Қазір енді мынау бетті салатын кезде міне қаттыламай тұрамыз. Өйткені мынаған болттан қайлап келтіріп аламыз. Осыны салғаннан соң барып мына жерді қаттылайтын боламыз. Не достар, астын қаттылап болдық. Енді мына өзінің орнына ыңғайластырылды, жайғастырылды. Енді мынаны қаттылайтын боламыз. Болдық. Алла қаласа, мынау шлангы құрып жататын жағдайда мына жерден шешеміз, және мына жерден шешіп, шлангының өзін ауыстырып тастайтын боламыз. Ар жағындағы, бер жағындағы өзінің трубкалары тұра беретін болады. Енді қалған нәрсені жинастырамыз, сосын көрсетемін. Достар, машинаны оталдырдық. Енді міне құйылды. Ешқандай да ағып тамып жатқан жоқ әзірге, Аллаға шүкір. Міне осылай. Видео ұнаған болса, сіздерге пайдасы тиген болса, лайк басып, комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, каналымызға қолдау көрсете кетіңіздер.